тауда мал бағып жүрген ең жақын жердегі көршісі 20-30 километр жерде тұратын қазақты карантинге жабады екен, қалаға алып кеп. Мұндай сұмырайлық бола ме? Анау енді бір айда қазақ көрмейді. Соны алып кеп 500 адамдық, 1000 адамдық, мына үлкен өздері фаңсаң докторхана дейтін дәу жаңағы қамбалар кезінде, астық сақтайтын қамбалар, одан өздері қолдан жасады сондай докторханалар. Соған әкеп қамайды екен. Тауда, тауда, жалғыз өзі, қаулайлым, қаулай деп ән айтып қойын бағып жүрген қазақ. Қысқасы Қытай тас-талқан болып жатыр. Қазақтарға тіпті обал болды. Қазақтың енді малын да қынадай қырып жатыр. Енді бұлай қарап отырсақ, бұл қазақтың малын қынадай қырғандағы бұлардың мақсаты қазақты малдан айырса, ақшасы болмаса, жерін тартып алады. Онсыз да мына жерді сендер игере алмайды екенсіңдер деп қазақтың жерін тартып алып Қытайға беріп жатыр. Кәдімгі қолында заңды 50 жыл қолданатын жер қолдану құқы бар. 2047 жылға дейін, 2050 жылға дейін қолдану құқы бар қазақтың жерін тартып алып Қытайларға беріп жатыр. Енді жаңағы малы қынадай қырылып жатыр. Қазақты айдап отырып, ана тауда өз алдына жүрген қазақты айдап отырып ауданға апарып, ауданда жаңағы бір тұтас орталықтанған карантинге жабу дейтін жерде 500 адамды, 1000 адамды, 2000 адамды, ең көп 3000 адамға дейін қамап жүр. Мал біткен, мал қырылып ол жатыр. Мақсат не? Ертең бұл қазақтың малы өздігінен жоғалады, жойылады, аштан өледі, қасқыр жейді, жаңағы шөп жоқ, аң боп тарап жоғалып кетеді. Оның алдында тағы бір ақпарат жарияладық қой. 350 қойынан өзін апарып 2 ай карантинге жауып тастаған ана қойым қалды, бір тиын тыңдамайды өкімет. Қойым далада қалды, тауда қалды. Ана қойым енді өледі ғой. 33 қой қалған ғой, қалған қойының бәрі қырылып кеткен. Міне, сөйтіп бұл қазақты қырып. Енді не істейді? Енді бұл қазақты әбден тақыр таза қайыршыға айналдырғаннан кейін, малынан айырғаннан кейін қазақ қайтеді. Қайыршыға айналады. Қайыршыға айналғаннан кейін өзін біз саған жұмыс тауып берейік, жұмыс орайымен қамдаймыз деп қазақты ішкі Қытайға жібереді. Қатынын мына өлкеге, өзін одан 1000 километр алыстағы ана өлкеге жібереді. Қатынын жейде тігетін бір зауытқа, өзін бір сыр өндіретін, краска өндіретін, немесе бір жиһаз жасайтын қаттығып жібереді. Ол жерде есік қарайтын, пенсиядағы жаман шал $1500 әрең алады күзетші болуға. Берсе, себебі тұрмыс қымбат, тұтыну қымбат. Жаңағы шалдың өзі күзетші болуға әрең келсен. Ал қазақты жаман шалға, Қытайдың шалына $1500 төлейтін сол ішкі Қытайда қазақтың тепсе темір үзетін жігітіне $150-200 төлейді. Сөйтіп ол басыбайлы құл болады әгі жерде. 12 сағат, 15 сағат жұмыс істейтін, сосын мына киіміңді де, тауарыңның 1000 түрінде, мына телефоныңды да, мына қабында, сабында, басқасында жасайтын, мына Қазақстанда сатылып жатқан Қытайдың бүкіл тауарын сол өзіміздің қандастарымыз өндіреді. Міне. Сөйтіп оның баласын жетімханаға жабады. Әгінің жетіп қалған ұлы қызын әгі бір тұтас өкімет бағатын жетімханаға жібереді. Содан оны Қытайша оқытады. Содан ең соңында олар қайтеді, бітті кетті ары қарай. Жоқ болады сөйтіп. Бітті.